Ол балабақшада шаруашылық меңгерушісі болып істейтін. Оны үлкен кішінің барлығы Гоша ағай деп айтатын. Мүмкін олай деулеріне Гоша ағайдың ешкімді жақынға бөлмейтін мейірімді мінезі себеп болды ма екен. Расында ол шамасы келгенше әркімге қол ұшын беруге дайын тұратын. Оны ауыл жұртының ілтипатына бөлеген өмірдегі бір бақытты жан дерсің. Құдайдың қосқан қосағы да әйел затының аса көріктісі еді. Ол аз болғандай бірінен бірі өңді, 3 қызы да бой жетіп келеді. Осылардың бәрі рас болғанмен бақыт туралысы күмәндеді. Гоша ағайдың өзі де ол қайғысын іштей түсінеді. Ал ауылдастарының көлгірсіп, жорта арқасынан қаққаны, оны қасақана табалап, қорлаған сияқты. Әлде Гоша ағай олардың шын ниетін түсінбейді ме екен? Оның ұққаны адамды аяудың өзі қорлағанмен пара-пар. Бірақ оларға да мін тағуға болмайтын тәрізді. Себебі олар жақсы адамды аяйды. Гоша ағай да жақсы адамдардың рөлін ойнап, қосағымен қоса қарып келе жатыр. Айтпақшы, ол кісінің азан шақырып қойған есімі Ғали Ақпер еді. Жұрт оны өзімсініп Гоша деп атап кеткенді. Егер де әйелі ойнаш жасаған еркектің басына мүйіз шығатыны рас болса, онда Гоша ағайдың мүйізі баяғыда қарағайдай болып өсіп шығатын еді. Ал жатыры жынданған Зәйданың жыныс мүшесі не деген тозбайтын дүние деп амалсыз таң қаласың. Жас кезінде қағынған Зәйда тұрмысқа шығып, неше бала тапса да, нәпсі құндығынан да арыла алмады. Оған күнделікті қатынас керек болды. Ал Гоша ағай сонау жас кезінде-ақ бұл тойымсыз қатынның толассыз талабына қолды бір сілтеген еді. Бір ғажабы, Зәйда кейбір берекесіз әйелдер құсап, арақ-шарапқа салынып, үйден, бала-шағадан безіп кеткен жоқ. Ол әр жолы кездескен еркегінен өзіне дәрумен алғандай күйде оралатын. Елдің өз жайлы не дейтінін жақсы білді. Бірақ елдің дегенін елемейтін ерік жігерін жаулап алған нәпсі тым басым еді. Бұнда махаббатқа теңейтіндей қастерлі дәнеңе де жоқ. Тек қотырды қасығандағы айысқандырар тұшымы секілді бір нәрсе жанын жадырататын. Мүмкін Зәйда да әр жолы тек арқасын қастып келдім деп сезінем екен. Әйелінің сондай бір жайраңдап оралғанын көрген шақта жан дүниесі құлазып кеткен Гоша ағай ащы суға саңы ауып, кемінде бір апта төсек тартып ішетінді. Өзін жер бетіндегі ең сормаңдай еркекке теңеп, ел көзіне көрінбей, жұмысқа да қолын бір сілтеп, өзімен өзі күңіренетін. Ара-тұра болып тұратын мұндай кезексіз демалыс онша жиде еместін. Балабақша меңгерушісі де Гоша ағайдың қайғысын ұғатын сыңай танытып, тым тықақтамайтын. Есін жиып қайта оралғанда, кешіріңіз, енді қайталанбайды дегенме шынымен сенген рай танытып, келесі күңіренісі қашан келер екен деген дүдәмәл көңілде қала беретін. Гоша ағайға біреудің бақытсыздығын көре тұра көзіне көлгірсіп, сырт айнала бере елдің пыш-пыш-пышауы аса ауыр тиеді. Адамды тірідей өлтіретінде осы қу сөз ғой. Мұның әйелімен төсектес бір еркек мен сөйттім деп Гоша ағайдың бетіне тіке айтса, әйелімен өзінің намысы үшін жұдырықтасуға да барар ма еді. Сондай бір шер тарқататын себептің де болмағаны оны қатты күйзелтеді. Мұның осындай сорлы екенін біле тұра ел оны қошеметтейді. Ол одан құрмет сезінбей, қайғысына қайғы жамап, қорланған үстіне қорлана түседі. Бұл да мәңгілікке созыла бермес. Бір күні бұл азаптың да соңғы сағаттары соғар. Бірақ ол күтулі уақытта әлі қанша бар? Міне. Гоша ағайдың жүйкесін жегідей жегенде осы. Келе-келе бұл уайымда баяғыдай жанға байтын болып, көрмесе елеңдеп, туысын сағынғандай күйге ауысып, маңдайына жазылған тағдырын айналды. Оны өзгертуге еш шара да шама да жоқ. Бұйырған осы өмірдің ағынына қарсы жүзбей, бітер жеріне бітіре салғаны да жөн санап, үміттен күдер үзіп, ақыры тәлейіне мойынсынды.
Бір қуаныштысы осы тозақтың да ақырының бары. Бірақ оның өзі яки әйелі көз жұма қалса да, соңында қалған із таңба талайға дейін өше қоймас. Дегенмен адам жады да мәңгі емес қой. Бұларды да ешкім еске алмастай күн туып, соңындағы қаңқу сөз де бір жолата өшер. Кейде Гошағайдың ойы сансаққа жүгіреді. Құтырма ауруының ит пен мысықтан және аңнан жұғатынын барша жұрт біледі. Ал жатыр құтырмасы деген сұмдықтың қайдан тап болатынын жан пендесі білмейді. Ежелгі Платон деген бір данышпан жатыр әйелдің ағзасына кіріп алып, бойына бала біткенді көксейтін аң тәрізді депті. Егер әйел ұзақ уақыт бала көтермесе, оның жатыр жынданып, небір кеселді дертке апарып соқтырадымыз. Ал бұның әйелі бала да көтерді, біреу емес, үшеуін тапты. Осындай сандыраққа кісі сене ме? Әйтеуір, жатыр құтырмасы деген пәленің өзгеден емес, өз қатынынан шыққанына Гошағай қатты таңғалды. Сонымен оның әйелі Заида жатыр құтырмасына шалдыққан бейшара жан еді. Бейшара деп мүсіркеуге себеп, Заида ара-тұра болмаса жыныстық қатынастан ләззатты сирек алатын. Неге десеңіз, оған арасы үзілмейтін тәттінің үстіне тәтті жалғаса беретін толассыз нөпір керек еді. Ал ондай жағдайды ешбір еркек баласы жасауға қауқарлы еместі. Заиданың басты бақытсыздығы осы еді. Гоша мен оның туыстарының алаңы мына кесел жұққан қатынның дерті. Желкілдеп енді келе жатқан қыздарына жұғып кетпесе екен деген қауіпті дерт. Осындай ары соқ, бері соқта жүргенде Заиданың жатырына қатерлі ісік қонып, бір абыройы ем қонар дер кезінде анықталып, құтырған аңды түп тамырымен кесіп алып тастады. Содан бері біраз уақыт өтіп, құры өлгесін, әйелдің де жаны жай тауып, бой жетіп қалған қыздарына төнген қатер сейіліп, қазірше нимфономия деген пәле олардан іргесін аулақ салған сыңайланды. Алдыңғы екі қыз жөн тауып, соңдарынан сөз ердірмесе де, ал сүт кенжесі Әсима бай қызығын көп көрмеді. Мінездері шараспады деген желеумен ажырасып, бір жасар қызын құшақтап, әке-шешесінің үйіне қайтып келді. Ақиқаты, оны енді көрсем көзін шықсын деп байы да қуып жібергенді. Алғаш үйленген кезде мынадай бойында ыстық қаны тасыған, ләззаттан күні-түні жалықпайтын, жанары жаныңды арбаған, көркіне көзің тоймайтын керемет жанды жар қылғанын ол мақтан етіп еді. Уақыт өте әйелінің тым жиілеп кеткен талабынан шығуға мұршасы жетпейтін еді. Кереметтей көрінген ғажабы тас қопарған жұмыстан әрман болып, дала ісінен саудырап келген бұны мүлден азапқа түсірді. Адам баласы тәулігіне 3-ақ мәрте ас ішіп, асқазанды қанағат тапса, Әсиманың астыңғы ағзасына тоқтаусыз қимыл керек болды. Күйеуінен қайран кеткен соң, ұят-сұятты ысырып, ол ауылдағы еркек атаулыға өзі шапты. Ол үлкені де, кішіні де бөлмеді. Кіндігі жарағанның бәрін өзіне артылтып, қолдан қолға өтіп, арсыз қатын деген атағы аз уақытта дүйім елге тарады. Ал туған ауылына оралған соң, әлде қалай бұл жәләптағы сап тиылды. Әсиманың кішкентай қызын ата-әжесі қарады. Заидаға тартқан қоңыр қой көздері кісіге жып-жылы баурай қарайтынды. Атасы жиен немересінің көрікті келбетіне шоши қарап, әжесі мен анасының тағдырын қайталамаса екен деп құдайына жалбарынып, іштей жігжаппар болатын. Әсима сатушы болып дүкенге жұмысқа тұрды. Шешесінің әдемілігі мен әкесінің есеп-қисапқа шетіктігін еншіленген ол тез арада алдыңғы қатарлы сауда қызметкері санатына көтерілді. Сонымен коммунистік еңбектің озаттары қатарында Әсима да облыс орталығында өткен үлкен жиынға барып, марапат алу құрметіне ие болды. Кілең әлем жәлем киініп,
Әлекей жаланған қыз келіншек ресторанға сау ете түскенде сауық құрып отырған еркек тұқымдастардың бастары шыр айналып делебелері қозды. Сол шулы кеште шараптан шалқып төсіндегі қос алмасын дірілдетіп бидің түбін түсіріп жүрген Әсима қутыңдаған бір тықырдың өзін қалай қолтықтап кеткенінде аңдамаған сықылды. Ертеңіне пәңгіріп естерін әзер жиған жерлестері оның талайға дейін жоқтай қоймай тек түстен кейін қайтар көлікке бет алғанда ғана іздегендері басталды. Енді жүргелі тұрғанда шашу дудырап, көзінің асты күлкілдеп, ол да жетті. Түнімен ұйқы көрмей, соңы ит жығыспен аяқталған сойған күрестен шыққан адам ұқсайды. Онымен қатар отырған келіншек Әсиманың қайда жоғалып кеткенін сұрады. Анау таң атқанша көз ілмей махаббаттың сұрапыл шайқасында болғанын айтты. Мұнда еркекті көрген емеспін. Адам денесіндегі ләззат алатын жердің бәрін білетін, қуаты сарқылмайтын нөсер екен. Қойшәрі, деп келіншек іштей ынтықтығы лау етсе де жақтырмаған сыңай танытты. Оның қандай екенін көрмеген соң тыжырынып жүрсің ғой. Мені немене, еркек көрмеді дейсің бе? Жүйріктен жүйрік шықса, аяғы тыпы-тыпы етер демекші, білеміз бірдеңені, біз де қара жаяу емеспіз. Күйеуің бар емес пе? Күйеу бар әйел өлгенше етегіне намаз оқып кетуі керек пе? Шыдатпай барады. Анау қалғып кеткен аш сезімді қайта оятып жіберді. Еркекпен жолықпасам өліп кететін сияқтымын. Ту, құрт қапсың, жоқтан өзгені айтады екенсің. Жол үстінде саған қайдағы еркек, ауылға жетейік те. Толастың таяуда түрмеден босап, жоралармен бірге таңды таңға соғып, бостандығын тойлап жүрген кезі болатын. Сондай бір ауызы құрғап, миы түзеліп үлгермей, қалпықтап жүрген күндерінің бірінде оған Әсима жолықты. Ол мына көркем қызды нақ басып танымады. Бұл үп деп 5 жылды арқалап кете барған кезде Әсима ақпантегі желпілдеген мектеп оқушысы еді. Бірақ Толас қыздың көзіне тесіле қарады да, «Сен Зайдапайдың қыз емессің бе?» деп төп төбесінен түсті. «Немене, ұқсап тұрмын ба?» деп сұрады Әсима намыстанған кейіп танытып. «Шешеңдікі секілді, сенің де көзің алдымен арбап, сосын табаға салып қуырғысы келетіндей», деді Толас, дауысы құмығып. Оның тұла бойын әйелге деген таңсықтық дір еткізді. Неше күнгі бейберекет ішіз, ертеңінде оған тек бейнет қана әкелетінді. Ал мына қыз талайдан бері бұйырмай жүрген бақ тәрізді елестеді. «Шешемнің батасын сен де алған екенсің ғой. Ол кісі талайымыздың тұсауымызды кескен абзал әйел ғой». «Тіпті солай деші». «Әрине, барды деу керек, керемет әйел. Ол кісі қалай?» «Ол әйел демес, кісі демес, құтырған жатырын кесіп тастаған мүгедек». «Анаң туралы осылай деуге қалай аузың барады?» «Ана, күлкімді келтірмеші». «Иә, енді оның арқалаған қарғысы маған ауысты. Күні түні тойуды білмейтін ләззат мешкейін айналдым», деп Әсима өтірік-шыны белгісіз кемсеңдеді. Толас оны бауырына басып, «Алаңдама аяулым, сен мешкей болмассың. Мен іші шұқырлаған қып-қызыл аштың өзімін. Тең-теңімен тезек қабымен деген осы». Аймалап, дірілдеп бастаған әйелді өз ағына қарай икемдегенді. Көп замай бұлар үйлену тойын өткізді. Дүркіреген той болмаса да, екі жартыны бір бүтін қылатын мерекелі дастархан жайылды. Толасты ұмыта қоймаған жора жолдастары да баршылық екенін, соған қарай ел арасында самапал атанған қол арағы мен самогон да мол болды. Әдемі отырыс кезінде Әсима жоғалып кетті. Келін ұрлау деген дәстүрге сайып, жұрт аса алаңдай қоймады. Жоғалған келінді тым ұзақ та іздемеді. Жоғалса табылар дегендей, іздеушілердің бірі қолын бір сілтеп, дастарханға оралып еді. Оның соңынан қалғандары да балапанша ере жөнелді. Ақы есі Толастың өзі үстел басында қорылдап, есі кірген сәтте тағы да бір шыны қылық еткізіп, қайта құлаумен жатыр. Оған керек емес қатын кімге керек?
Әбден таң атқанда бастарын қайта-қайта түзеп елге тарады. Өзінің қайдан келіп, қайдан тұрғанын ажырата алмай мәңгірген Толас бүгін қатын алып жатқанын әрең есіне түсіріп іздеуге шықты. Асиманы аппақ көйлегі умаж-умаж болып көршінің қойында жатқан жерінен үстінен түсті. Төңірегінде шашылып жатқан бос шишалар, бірінде жартылай қалыпты. Ыңырсыған көршісіне құйып беріп еді. Ол бет аузы быж-тыж болып лоқси ішіп болды да рахмет деп ишара жасауға ғана шамас сезіп қайта жалп етті. Толас айғайшу көтерместен, себебі бұлар оның өзінде сөзінде ұғатын халде емес екенін көріп тұр. Қатынын ақырын оятып, сүйеп үйіне әкетті. Араларында ештеңе болмаған сықылды. Сонда бұл екеуі осында келіп тығылып арақ ішкен бе? Келесі күні Толас колхоз басқармасына жолығып жұмыс сұрады. Тау қойнауындағы жасанды көлге қарауылдыққа кісі таппай қиналып отыр екен. Бастапқыда кішкентай жылғаның алдын тоспалап, кейін суы молайған сайын дамба көтеріп, ақыры айдынға айналған көлге балықтың не түрін жіберіп қойғанды. Бұл келешекте балық өндіруді қолға аламыз деген бастама еді. Бастықтың мына ұсынысымен Толастың қалауы үйлесім тауып, ол ел жұрттан жырақ, мұның қатынына ешкім көзін сүзбейтін еркек атаулының да тек аю мықтығы ғана теңгесетін тұсқа аттанды. Баяғыда бір әйелді аю ұрлап әкетіп, белін жалап бүкірейтіп, өзіне қатын қылыпты деген аңызды Толас әкесінен естігенді. Асиманың бүкшиіп, аюға қатын болып жүргенін өзіне елестете алмады. Бұл ойын кейін Асимаға айтып, күлдірмекші болды. Сосын бетіне ұмтылған шыбынды қаққандай, қолын сермеп, өз ойынан өзі шошыды. Асима бұл қалжыңды тіке түсініп қалып жүрсе, кім білсін, арты не боларын. Олды болды. Құдды Толас Асима үй шаруасына балпандай еді. Олар кішкентайлары мектепке барғанша осы арада тұруға бел байлады. Оған дейін мал жиып, дәулетті отбасы боларына кәміл сенді. Расында орайы келсе, бәрі оп-оңай қиюласа кететін көрінеді. Бір жар жылдың ішінде қорасына мал жиналып, ауласы құсқа толды. Таудың таза ауасы, сіңімді тамақ, бұрындары сыр көзге қылдырықтай көрінетін Асиманың бөксесін толдыртып, жүзі бал-бұл жанған, қай жерін ұстасаң да балғын ет жегендей тамсандыратын әдемі ұрғашы болып шыға келді. Бір күні кешқұрым ойда жоқта бір топ күтпеген қонақ сау ете түсті. Әбден кісі жатырқап, саяқ өмірге көшкен үй иелері бұларды қондырмаста еді. Егер олардың арасында Толастың бір танысы болмағанда, шынымен қондырмайтын. Олар арнайы рұқсат қағазбен аңға шығып бара жатқан көрінеді. Жол жөнекей тұма-тұмаға тоқтаймыз деп, күнді кешкіртіп алған сыңайлы, шеттерінен қызу, көл жағасынан жарық көріп, далаға қонбайтын болдық деп қуанып әдейі бұрылыпты. Зонаны бірге таптаған танысын туған бауырындай қарсы алған Толас Асимаға дастарханды молынан жайдыртты. Қонақтар да құр қол емес екен. Бір дорба сарқытын ортаға салды. Таяу омыртадан ара-тұра балыққа айырбастап алып тұратын бал мен бал сырмасын мен әйеліне алдыртып, Толаста жомарттық танытты. Талайдан ішпегендіктен бе, Толас арақтың дәмін ұмытып қалған сияқты. Соны таңсық көрді ме, балсыраны қонақтарға таратып, өзі өмірі шөлі қанбаған адамша аузына түйір салмай арақты ғана сықылдатты. Аналардың екі көзі Асиманың соңында. Әйел теріс айналған кезде үйдегі шамдалмен жарыса 7-8 жылтырақ бір-біріне шағылысып жалт-жұлт ойнайды. Толас бастапқыда қыржиып мінез көрсетпекші болып отырғанды. Төпелдете ішкен арақтың әсерінен ол ойы көкейінен сөніп қалды. Көптен бері кешпеген бір рахатқа белшесіне малынып, төңірегі досқа толып, алаңсыз мамыржай күйге түсіп, қыза берген Толас жабыла теуіп оята алмайтындай тәтті ұйқыға қалай жалп ете түскенін өзі де аңғармай қалды. Ол ертеңгісін оянғанда төмірек жым-жырт, өмір өшіп қалған тәрізденді. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ екен. Асима кішкентайды көтеріп, әдеттегідей серуендеп, көл жағасына кеткен шығар деп болжады.
бең-зең болған басын ұстап аулаға шықты. Ары бергі жүрген тауықтарды, анадай жерде аяғымен жерді жорта тырмалаған бір қораз арамдана азғырып өзіне шақырумен әлек. Қора қопсы жақтан маңыраған, мөңіреген мал даусы естіледі. Күн қызғанша жайылып үлгеретін мал бүгін қаңтарулы қалған. Желіні шіреген сауын сиырлардың бұттары сүт керіп, бөгелексіз-ақ бауырынан соққылап тепкіленеді. Бір-бірінің құлақтарын жалап, емуге емшек іздеп, қыстық